Сәлем, қалдарыңыз қалай? Мінекей біз алдындағы видеоның жалғастыратын боламыз. Тоқылы барсын. Әдеттегідей айналдырып аламыз. Екі ұзын жіптің ортасынан бір ұзын жіп аламыз. Үш рет. Енді кешімізге бір айландырамыз да ортасындағы ең ұзын жіптен айналдырып аламыз. Жанынан аламыз. Мына жерден бір орын тастап, келесі ұзын жіптен өткізіп аламыз. Екі өрім жасаймыз. Тура соның жанынан мына тоққан гүліміздің тура есінен екі ұзын жіп аламыз. Екі ұзын жіп алып, екі өрім жасаймыз. Екі ұзын жібімізді алдық, екі өрім жасадық. Тура солай. Төбесінен алып отырамыз. Осы гүліміздің төбесінен екіден алып отырамыз. Мына жерден екі ұзын жіптен алдық, ең соңғысынан үш ұзын жіптен алдық. Енді мына жерден біз ортасында тесіктен бір екі ұзын жібімізді тоқып аламыз. Мына жерден үш өрім жасап аламыз. Айналдырып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді біз мына шетінен бір ұзын жібімізді тоқып аламыз. Сосын мына тесіктен біз енді мынаны санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5 үлкен тесігіміз бар. Енді мына жерден біз осы үлкен тесіктен бір қысқа жібімізді айналдырып аламыз. Болды. Енді келесі үлкен тесігімізден бірінші ілгішімізді айналдырып, сол тесіктен біз 6 ұзын жіпті тоқып аламыз. 3, 4, 5, мінекей 6. Осылай. Бір қысқа жіп, 6 ұзын шығып кетті, қайтадан реттедік. Мұқият болыңыздар. Жете мен кішкене шатасып жатырмын өзім. Алтау тоқисыздар осындай. Uzun örnekten.
осылай шығу керек. Міне мына жернікі. Неге осылай шығу керек? Әдемі өрнегіміздің соңына дейін жетейік деп қалдық. Неге өрнегіміз дайын. Енді ұқсас әдіс өрнегімізді айналдырып аламыз. Ұзын ең биік өрнектің тура ортасынан біз бір ұзын жібімізді тоқып аламыз. Сосын тура төбесінен, мына жерде енді өздеріңіз ыңғайларыңызға қарайсыздар. Өте қатықпаған қағида жоқ. Төбесінен, өйткені 6 болғандықтан мына жерде төбесінен 5-шісінен 4-шісіне алсаңыздар да болады. Мына жерден бір қысқа өрім жасаймыз. Келесі өрімден біз төбесінен 6 рет тоқып шығуымыз керек. Келесін. Не осылай. Oldu. Şu 4, 2, 3, 4, 5 oldu. 6-шысы келесі төбесінен
Енді біз мінекей мына жанының мына тоқылатын жерін көрсететін боламыз. Жаныны өрнегіміз дайын. Мына жерде жанының өрнегін бастаймыз. Аралық тастамаймыз. Бірден кейін бірін тоқып отырамыз. Айналдырып аламыз. Аяқтарыңыздың көлеміне қарайсыздар. Айналдырамыз. Енді бір қатар жүргіземіз. Мына жерде бірінші қатары осылай 3 қатар болса болады. 2 тоқ болдық. Енді біз бір жаныкін тоқ болдық. Енді жіпті үзуге тура келеді. Егер үзбей жаннан шығара салсаңыздар да болады. Ал мен үзуді кесіп тастауды ұйғардым. Қысқаға кеспеңіздер. Аяқ киімге жапсырған кезде бұл жіпті біз жасырын ішіне қарай өткізіп жібереміз. Көрінбей қалады. Ешқандай әсер етпейді әдемілігіне. Жанның бір жаныкін тоқ болдық. Енді екінші жанын тоқуды бастаймыз. Өстіп тоқ өткізіп жібереміз. Екі жақ жанның тоқылу жібі бірдей. Негіз жаннан 7 жіп алдық.
екі жақ жанынан бірдей 7 жіп. Мына жағына 7, мына жағына 7. Аяқ киіміміздің несі бірдей болу үшін. Екі қатардан тоқыдық. Мен өзім аяқ киімнің кішкентай саусағымыз көрінбей тұрғанын жақсы көремін, сондықтан кішкене қысқарақ тоқыдым. Ал өздеріңіз аяқтарыңыздың көлеміне қарап тоқысаңыздар болады. 3 немесе 4 қатар алсаңыздар болады. Енді келесі өкше жағының аяқ киімге жалғайтын жерін тоқитын боламыз. Ұқсас бір әдіспен тоқимыз. Айналдырып екінші қатарын тоқимыз. Мына жерден 1, 2, 3, 4, 5 қатар тоқимыз. Алдындағы аяқ киім бас жағында 2 қатар тоқыдық. Өкше жағының 5 қатар тоқисыздар. Екінші қатар тоқып болдық. Өкше жағының жібін біз 8 талап шығардық. Осындай өрнек шығады. 2, 3, 4, 5. Осындай әр қайсында осындай кішкентай тесіктері болу керек. Мына жағынан алған кезде біз мына жағынан өрнегінің жанынан алдық.
Енді мына жақ өрнектің біз 4 жіп тастап қыстырғышпен қыстырып белгілеп қойсаңыздар болады. Осы жерден тастап 8 қатар тоқисыздар. Осы аралықтан 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар. Төрт жол тастайсыздар. 1, 2, 3, 4. Осылай. Екі жағыныкі детайын. Осындай қысқа өрім алып, екі жағын бекітеміз. Өстіп өрнектің шетін қысқа өрнекпенен бекітіп отырамыз. Арасы ашылып кетпеу үшін, әдемілік үшін бір жағы. Тартылған кезде ашылып кетпейді. Өрнегіміз сол қалпын пішініп сақтап тұрады. Осындай қысқа өрімді шетіне қарай толып тастасақ. Әрбір шетін айналдырып тоқып шығамыз. Бас жағының аяқ киімге жапсырылатын жері айналдырып отырамыз.
мына жер саусақтарымыздың үстіңгі жағы. Сол жерге келдік. Мына жерді біз былай ішіне қарай жіберсек те болады. Немесе күйдіріп алып тастасақ та болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Оған тоқталудың қажеті жоқ. Жалғастырамыз. Осы жағын, мына жағын мінекей бір қатар тоқып болды. Енді осы жағын тоқимыз. Осыдан айналдырып осы жерге дейін тоқып болуымыз керек. Әрбір жіпті дұрыс алуларыңыз керек. Біреу артық, біреу кем шығып қалса, аяқ киімдеріңіздің размерлері де өзгеріп кетеді. Біреуі кең, біреуі қысып тұратын сияқты болып көрінеді. Сондықтан тоққан кезде мұқият жіптерін дұрыс алуға тырысыңыздар. Енді аяқ киімімізге шаптаймыз тоққан өрнегімізді. Мен өзім кішкентай саусақтың көрінбей тұрғанын жақсы көремін. Әдемі тұрады деп ойлаймын. Неге әдемі аяқ киіміміз дайын болуға жақын. Енді осы тоқып біттік, айналдырып. Енді осыны біз аяқ киімімізге шаптаймыз. Яғни табанымызға біз осы тоққан өрнегімізді орнатамыз. Күшті, қандай әдемі, өзіме қатты ұнап тұр. Тезірек киіп алғым келіп тұр аяғыма. Күшті өрнек. Енді осыны біз аяқ киіміміз табанына тоқып орнатамыз. Алдына таман орнатқандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Саусақтарыңыз қатты шығып тұрса, біртүрлі сияқты көрінеді. Саусақтарыңыз ішіне қарай кіріп тұрған дұрыс.
ендігі жұмыс оңай. Ең бастапқы өрнегімізді біз тоқып бітірдік. Енді осы жерден біз орнатамыз аяқ киімімізді. Осындай әртүрлі жіп болса да бола береді. Бірінші біз аяқ киімімізді табанымызға жалғап алуымыз керек. Қандай жіп болса да болады. Бірінші өстіп қадап алуымыз керек. Сосын артынан жібімізді алып тастаймыз. Қазір сразу көзді бұлай орнатып жасақ, бір жағы олқы болып қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші біз өстіп реттеп алуымыз керек бірінші. Оны қандай жіп болса да бола береді. Үйдеріңізде қандай жіп бар, сондай жіппен бірінші өстіп жасап алыңыздар. Екі жағын. Әдемілеп тоқып болғаннан кейін оны жіптерді біз алып тастаймыз. Өстіп реттеп аласыздар. Ар жағынан реттедік, енді осы жағын реттеп алдық. Осылай төрт жағын осылай реттеп аласыздар. Өстіп реттеп алып, тоқыған кезде бізге ыңғайлы тұрады. Ары-бері қозғалып жылжып мазаларыңызды алмайды. Сапалы шығу үшін өстіп осындай әдісті қолданып көріңіздер. Әрине енді керемет мастер емеспін, сондықтан осылай өстіп алғанды мен өзім жөн көрдім. Мына жері кішкене өздеріңіздің аяқтарыңыздың несіне қарай тоқисыздар. 58. Мен 58 жіп алдым бұдан. Сіздердің енді өздеріңіз көресіздер 37 размерге. 58-60 жіптен болады. Өйткені өзім аяғым кішкене жіңішкелеу. Осылай тоқылады. Тоқылған кезде міне. Осындай цветтегі жіпті қолданасыздар. Өйткені басқа түрлі жіп болса, бір түрлі көрініп қалуы мүмкін. Қарап алыңыздар. Не? Осылай. Бірінші қатардың бірінші жібінен. Ең соңғы қатардың бірінші жібінен аламыз. Қолымның икемі келмей жатыр. Енді дұрыстап алуға тырысамыз.
осындай табанды қолдансаңыздар болады. Кішкене қалыңдау келген осындай табанды қолдансаңыздар аяқтарыңызға да аяқ киімнің әдемілігіне де әдемі жақсы көрінеді, сәнді көрінеді. Астындағы жібімізден іліп отырамыз. Кішкене қолым шамасы келмей жатыр. Айып етпеңіздер. Осылай. Бір жіп тоқылған сайын астыңғы жіптен, астыңғы табанның жібінен біз алып отырамыз. Ол міндетті. Өйткені табанға міндетті түрде алу керек. Табанға. Енді қайтадан біз осыны табанның жібінен емес, тоқылған, дайындап алған өрнегіміздің жібінен алып, осылай қайтадан бір рет тоқып шығамыз. Астындағы табанның жібін жасыру үшін. Табанымыздың жібі өте берік, мықты. Одан алаңдамаңыздар. Шығып кетеді деп. Ұзындықта біз кесіп аламыз. Енді мінекей көріп отырғандарыңыздай тек керемет әдемі шықты. Астында қалды тоқыған жеріміз. Енді артық жібін осылай ішіне қарай бекітуге тырысамыз. Кесіп тастаймыз, болды. Еш алаңдамаңыздар. Енді мына үшін тарқатып кету үшін біз былай мінекей өсіп күйдіріп басып тастаймыз. Мінекей кәдімгідей
мінсіз тура дүкеннен сатып алғандай болды. Тура солай біз алдыңғы жағының и жанының тура осылай етіп тоқитын боламыз. Мына жерде бір жіміз ашылып қапты. Енді сол жерінде біз бекітіп артық жібімізді жасырып осылай оратылып тұрады өзі. Сондықтан білінбей қалады. Неге осы бірінші әдісін көрсеттім. Енді қалған үшеуін тура осындай қылып аяқ киім табаннан жалғап шығасыздар. Әдемі қазіргі жастарға өте үйлесімді аяқ киімімізді тоқып бітірдік. Көріп тұрғандарыңызда өте әдемі. Өзім қатты ұнатамын. Осындай сәнді өрнекке, осындай жұмсақ табанды қолдансаңыздар, аяқтарыңызға әрі жұмсақ, батпайды, қыспайды. Сондай әдемі тұрады. Осы жерін өздеріңіздің аяқтарыңызға қарап ыңғайлап тоқысаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше.